Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Астана операның қамқоршылық кеңесінде үлкен ауыс-түйіс басталды. Министр Аида Балаева басқаратын ведомство театрдың кеңесінен экс-президенттің туыс-туғанын ығыстырып, орнына жаңа кадрларды бекітуді жоспарлап отыр. Кеңестен кететіндердің арасында атышулы Дариға Назарбаева, күйеу бала Құлыбаев, Александр Машкевич, Патоқ Шодиев және Кеңес Рақышев секілді соңғы кезде ел назарына жиі ілігіп жүрген персонаждар бар. Астана операның сахнасында орыс романстарын орындауды ұнататын Дариға үшін бұл ауыр соққы. Назарбаеваның кеңестен шеттетілуі театрдың стратегиялық даму бағытын жаңартуы тиіс. Елдегі саяси экономикалық кеңістікті ескі гвардиядан арылтып жатқан Тоқаевтың төңірегі енді мәдени саланы тазалауға кіріскен сынды. Бұлардың орнын басатын тұлғалардың қатарында ақпарат және мәдениет министрі Аида Балаева, Астана әкімі Жеңіс Қасымбек, сондай-ақ еліміздегі ірі бизнес өкілдері бар. Министрлік қаулысы қазір қоғамдық талқылаудан өтіп жатыр. 30 жыл ел басқарған Назарбаевтың әулеті жалпы бұл жағдайларға қандай реакция білдіруі мүмкін? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.